Достар, тағы да бір сіздерге моделін көрсетіп жіберейін деп шештім. Бұл өтеді ғой, мықтырағы, более мощнее түрі S2 деген. Бұл трион, өзін көріп тұрсыздар. Басындағы сканерлейтінде мынау бүйтіп айналып тұрады, сканерлейді, шашады лазерларды. Басында камерасы бар, X5 РТК-сымен, кішкене салмағы ауырлау екен. Бұған енді өзі нелер болады екен, жилеттер болады екен, чехол қойып қояды екенсің, іліп, салмақ қолға шашатпайтындай. Енді бұл сканермен көп жағдайда қолдануға болады. Мысалы, жаңағы машинаға, жол құрылысында қолданған кезде, машинаның артқы жағында өзінің аксессуарлары болады. Қойып, сканерлеуге болады екен. Және де дронмен сканерлеуге болады екен. Бұл да дронға жалғанады екен. Өте жақсы. Және тағы не? Қандай неге қолдануға болады? Өзінің ең бастысы сол, достар. Жаңағы айтып кеткен жағдай көбесі қолданатын. Және характеристикасылар айырмашылық өте жоғары, P2 қараған кезде. Мысалы, бұнда 70 метр кейдің болса, жаңағы сканерлеу ара ашықтығы. Бұнда уже 120 метр кейдің барады. Және де бұда қосымша S2 Plus деген бар, iPhone Pro Max сияқты. Бұяқта уже 300 метрге дейін баратын несі бар, түрі бар. Дәл осылай болып келеді формасы, достар. Енді өзімізге болашақта осы құрылғыны аламыз деп ойда бар. Өте жақсы. Керемет. Және түсірілім жағынан, нүкте жағынан, точки саны жағынан бұл жерде 600 мың точкаға дейін барады. 600 мың дегенде ол кезде жаңағы неңіз, визуализациямыз кішкене плотный болады, тығыздығы жағынан. Мысалы, стенаны несек, сканерлесек, қараған кезде, жаңағы софтпен, компьютермен қараған кезде, плотность андай не болып тұрмайды, нүктелер аздау емес, кәдімгі плотный, кәдімгі қалай тұр, солай, мысалы, жарық па, мысалы, ақ түспен, солай плотный болып тұрады. Алмада P2-да кішкене бұлдырлайтын нелер болады, кезеңдер болады. Достар, осындай нелер бар, модельдер. Енді бұл баға жағынан кішкене қымбаттау. Мынау мысалы бізден 5,5 миллион тұрса, мынау одан да жоғарырақ болады, достар. 10 миллионға дейін, оннан асып келеді. Бұл енді үлкен